Қайырлы күн ыстықия көрермені, бүгін сіздермен бірге Exhibition пиязының тұқымын егеміз. Бүгін 4 ақпан. Exhibition пиязының тұқымын ақпанда, наурызда немесе сәуірдің басында егуге болады. Бұл көшет етіп отырғызатын болсаңыз. Көшет етіп отырғызғанның пайдасы пияз өте үлкен болып шығады. Бір пияздың өзі 500 граммнан 1 килограммға дейін барады. Бізге мынадай құты ыдыс керек болады. Астын жақсылап тесу керек, себебі астында су тұрып қалмау керек. Ыдысымыздың биік болғаны жақсы, себебі пияз өсе келе тамырлары тереңге кетеді. Біз Қазақстанның солтүстік батысында, Орал қаласында орналасқандықтан көшеттерді осылай наурыз, сәуір айында егіп бастаймыз үйдің ішінде. Себебі бізде жер тез жылына қоймайды. Кәдімгі қарапайым дүкеннен топырақ сатып алдым, соны пайдаланамын. Өзімді шебер бағбан деп айта алмаймын. Бар білгенім сол әке-шешемнен, әжемнен үйренгенім және осы интернеттен тоқығаным. Exhibition пиязының тұқымын еккен кезде осындай қайнаған ыстық суды топыраққа құямыз. Бұл не үшін? Тұқымның жақсылап көгеріп шығу үшін. Егер сіздің пияздың тұқымы арнайы обработка жасалмаған болса, яғни сырты жасыл немесе қызыл түсті болмаса, онда бұлай ыстық суды топыраққа құйып қажет емес. Немесе ыстық суды пайдаланбай-ақ пияздың тұқымын бір күнге жылы суға салып қойып, одан кейін екінші күні тұқымды жақсылап кептіріп егуге болады, ыстық суды пайдаланбай. Тереңдігі 1,5 сантиметрдей болатын осындай жолдар жасаймыз және тұқымдарды бір-бірлеп салып шығамыз. Менің әжем қазір жасы 93-те, Алла оған күш қуат пен денсаулық берсін. Бұрындары осылай қызанақ пен қиярды үйде көшетін отырғызып, қыста ақпанда. Содан біз сәуірдің аяғында өзіміздің қиярымыз жейтін бақшадан алып. Өзі сондай еңбекқор адам, малдың да жайын табатын, жермен топырақпен жұмыс жасағанды өте қатты жақсы көретін. Бізде былтыр ауламызға бақша салдық. Біздің жеріміз бұрын ештеңе егілмеген жер, тың жер. Сондықтан былтырғы бақшамыз бізге біраз тәжірибе болды, сабақ болды. Биыл енді жаңа біліммен бақшамызға жақсылап кірісеміз деп үміттеніп отырмыз. Тұқымдарды сеуіп болғаннан кейін бетіне бір қабат топырақ саламыз. Пиязды 2 мәрте егейін деп отырмын. Біріншісі осы ақпанның басында, және екіншісін наурыз айының аяғына қарай отырғызсам деп отырмын. Бетін топырақ қабатымен жапқаннан кейін су себеміз. Міне шаруамыз да бітіп қалды. Бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Пияздың қалай өсіп жатқанын осы арнада бөлісетін болам. Бізбен бірге болыңыздар.